Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен жульен самса дайындайтын боламыз. Ең алдымен дайын самсаның қамырын алып, осылай жұқарақ қылып, үлкенірек қылып жайып аламыз. Жайып болғаннан кейін пилаймызды алып, үстіне фольганы осылай видеодағыдай қойып шығамыз. Фольгамызды қойып болғаннан кейін жалдын ала жайып қойған қамырымызды осылай видеодағыдай барлығын біркелкі қылып жасап шығамыз. Жасап болғаннан кейін ішіндегі пилайын алып тастап, тестамыз, қамырымыз қызарып піскенше ұстап, одан кейін ішіндегі фольгасын алатын боламыз. Міне бізде осындай шұңқыр пилайсы секілді болуы қажет. Енді ішіндегі начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін пиязымызды осылай кішкене майдарақ қылып турап, қызып тұрған сковородкамызға осылай қуырып аламыз. Келесі бізде тауықтың төс етінде осылай 4 бұрыш қылып турап, оны да қуырып аламыз. Міне қыздар, осындай золотистый цвет болып қуырылуы қажет. Келесі бізде шампиньонымызды осылай турап, оны да сковородкамызға салып, оны да қуырып алатын боламыз. Қуырып болғаннан кейін қыздар үстіне паприка, дәміне қарай тұзын сеуіп, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үстін 5 минутқа пісіретін боламыз. 5 минут пісіріп болғаннан кейін үстіне 20% дүкеннің қаймағын және де өздеріңіздің қалауларыңызша сырды салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Міне қыздар, видео көріп тұрғандарыңыздай видеомыз, сырымыз жақсы болып еріп жатыр. Келесі бізде жарты пилай суымызды құйып, 7 минут пісіріп алатын боламыз. Пісіп болған начинкамызды осындай қамырымыздың үстіне салып, үстіне сыры ерігенше духовкамызға 5-10 минут қойып аламыз. Міне қыздар, біздің жульен самсамыз дайын болды. Қалаларыңызша сәндесеңіздер болады. Қыздар, видео ұнап жатса, лайк басып, комментария қалдырып, маған тіркеліп кетіңіздер. Рахмет.